Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай кәжекей тігіп үйренетін боламыз. Жасалуы өте оңай, 1 сағатта жасап шығасыз. Ең алдымен матовый барқыт матасын алып, осылай 2 қабаттап аламыз. Кімге тіккеніңізге байланысты, сол адам футболкасын алып, отметка жасап аламыз. Иығының екі шетінен қолтық астына отметка жасаймыз. Осылай сызықтарды дөңестеу қылып сызып аламыз. Қараңыздар. Өте оңай. Отметкаларын жасап, өстіп қырқып аламыз. Бұл біздің алдыңғы бөлігіміз. Енді артқы бөлігін жасау үшін футболкамыздың артқы жағын 2 қабаттап, өстіп қойып аламыз. Тура жаңағыдай 2 жағына отметка жасап, өстіп бір-біріне жалғап шығамыз. Өлшеп аламыз алдыңғы жағымен дұрыс болу үшін. Иықтары мен 2 шеті астыңғы жағы бірдей болу керек. Біздің базовый полочкамыздың выкройкасын өстіп шығарып алдық. Енді бір-біріне байланыстырып, жабыстырып тігеміз. Ең алдымен үстіндегі иықтарын тігіп шығамыз. Міне осындай болды. Енді 2 шетін тігіп шығамыз. Екі шетін тігіп алдық. Тігіп жатқан адам жаныңызда болса жақсы болады. Қайта-қайта кигізіп, өлшеп тұратын. Енді басқысын тігеміз. Ол үшін матамызды 4 қабаттаймыз осылай. Полочкамызды аст жағын өстіп сантиметрмен өлшеп аламыз. Неше сантиметр шықты? Соны менде қазір 67 сантиметр шықты. Соны 4-ке бөліп алдым. 4-тен 1 бөлігін өстіп сызып аламыз белін. 15 сантиметр қылдым басқасын. Өздеріңіз қалауыңызша істейсіздер. Мен 15 сантиметр қылдым. Міне дөң шеңбердің ортасын бір жағын ғана өстіп кесіп аламыз. Міне біздің басқамыз дайын. Енді осыны полочкамызға жалғаймыз. Өстіп жалғап шығып тігіп шығамыз. Бір көргенде түсініксіз болуы мүмкін, бірақ қайта көріп, қолдарыңыздан бір көрсеңіздер жасап, өте оңай екенін түсінесіздер. Міне біздікі почти дайын болды. Енді косая бейкамен обработка жасаймыз. Ол үшін лентамызды алып, осы бір шетінен тігіп шығамыз, айналдыра. Міне қараңыздар, тігіп шықтық. Енді оң жағына қаратып, 2 рет қайырамыз. Лентамыз ішке қарай кіріп тұру керек. Сыртында көрінбеу керек. Міне қараңыздар, осылай бір қайырамыз. И екінші рет тағы бір қайырамыз. Лентамыз сол кезде ішінде болады. Енді бір шетінен өстіп тігіп шығамыз. Міне барлығын тігіп шықтық. Лентамыз ішінде қалды, сырт жағынан көрінбеді. Өте аккуратный болып шығады. Енді қолтық жағын және де аст жағын тура солай косая бейкамен обработка жасап шығамыз. Міне қараңыздар, болды. Енді тек қана үтік басу ғана қалды. Үстіне үтікпен басып шығамыз жақсылап. Егер косая бейкамен жасау қиын болып жатса сіздерге, жай ғана қайырып тіге сызсаңыздар болады. Енді кез келген оюды басып, үстінен үтікпен бассаңыздар болды. Қапсырмасын қойып, осылай тігіп шықсаңыздар болады. Қалауыңызша кез келген моншақпен сәндесеңіздер де болады. Мен мына жерде жабыстыратын ою. Үтікпен басып шықтым болды.